Ассалаумағалейкум достар, бүгінгі видеоға қош келдіңдер. Бүгінгі видеоның тақырыбынан көріп тұрғандарындай, мен бұйырса өзіме жаңадан бизнес сатып алатын боламын. Бүгінгі видео өте қызықты болады, так что чай және де печеньеларыңды алып отырыңдар. Ал ендеше біз көп созбай видеомызды бастаймыз. Егер де менімен бір ойнағыларың келсе, описанияда тұрған ссылкаға өтіп, Плейграшаны жүктеп алып, Владимир серверін таңдап, /promo деп жазып, активировать промокодты басып, /духа деп жазатын болсаң, саған өте кереметтей бонус беретін болады. И достар, мына жақта мен уже бизнес алуға мына жаққа аукционға келдім. Енді мына жақта нормальный бір бизнес болса, әрине біз оны сатып алатын боламыз. И сосын менің қалтамда 1 миллион 200 мың қалды. Неге десеңдер, мен жаңа 4 миллион қойып тастадым ставка. И мына жақта государственная организация толып, короче, бір жаққа кетіп бара жатыр. В общем, не түсінбедім. И мына жақта суда, короче, бір бизнесімізді алдық. Короче, бұл қандай бизнес десеңіздер, мен ларек сатып алған болатынмын. Қазір біз ларекқа барып, өзіміздің финкасын және де тағы да басқа заттары қарауға баратын боламыз. И мына жақта, короче, бизнестің немесін қарадық. И бизнес был загружен. И қайттан басамыз. И мына жақта арзамаста бизнесіміз ашылды. Ларек 46. Мына жақта, короче, мен неме заказ беріп қойдым продукты. И мында, короче, Марсхан деген маған осы көрімдік ретінде 100 мың рубль беріп жатыр. Бүгінгі видеоны көріп отырсаң, от души Марс. Задание істеуге келсем, мына жақта, короче, істемей тұрғаны бар енді. В общем, бизнесіміздің жанына келдік, енді бір қарап жүреміз. И финансовый статистикаға міне нормальный енді бастапқыға болады. Ең алғашқы бизнесімді алғансын, енді нормальный деп ойлаймын. И мына жақта арбузикті мен сатып алып жатырмын. Маған енді срочно ақша керек болып жатқасын, мынау арбузикті мен өзімнің арманыма ақша жинап жатырмын. Ол қандай арман десеңдер, короче, видеоның соңына дейін қараңдар. Сол кезде мен өзімнің арманымды сатып алатын боламын. И бізде плотно окуп, короче, алдыңғы видеоны көргендеріңізде мен бұл арбузикті 6 миллион 400 мыңға сатқан болатымын. Енді кезек мен бұны 8 миллион 500 мыңға сатқан жатырмын. И, короче, перекоптың атасы болғасын ғана жерде. И, короче, наған ПТС берейік. Енді қазір тағы алмай қойып жүрсе, бәлесінен аулақ, так что береміз. И все, жібердік. И мне показал свой техпаспорт, и все. Енді, все. Енді, а чего ты кидаешь? Ты кидай, давай, все, күтейік. Просто тағы скамер деп атап кетсе, бәлесінен аулақ, в общем. Короче, мне имущество мен обмен жіберді. И қарады, өзін зазигін алды. И енді келесі, бұл бізде бумер, яғни BMW G81 Tour. И күтеміз. Бумер М3, в общем. И так, бұл бумер, яғни BMW-ны алдыңғы видеода алған болатымын. Енді қазір біз бұны 8 миллион 500 мыңға сататын боламыз. И нормально окупқа кіріп кететін боламыз. И қазір күтейік нам приглашениесін. Осы күттіріп қоятындар жаман ұнамайды. Неге десеңдер, алдыңғы видеосында да осы күттіріп қалған жайымыз бар енді. Енді қазір қайттан жіберейік. Так, обмен. И все, мынау тағы мені уақытында алып жатыр, тағы алып жатыр, және тағы алып жатыр. В общем, күтеміз сонда да. Так, G81 турды алды. И ендігі кезек, давай. Енді біз, ол адам маған 8 миллион 500 мыңға, короче, осы немені арбузикті сатып алатын болады. И бізде қазір дұрыстап ценасын қараймыз. 8 миллион, и все. Жібердік, сяба деп рахметін айтамыз, и все. Календардан стандартный кес беріп жатыр екен. Енді біз бұны қазір сатып алатын деп бұны, короче, қазір бұны біз ашатын боламыз. Ревардқа кіреміз, стандартный кесті аламыз. И мына жерден шығып, короче, кес ашатын жерге барамыз. И міне, достар, бізде стандартный кес 1 штук. И қазір мен еще мынаны мен қазір ашатын болсам, маған тағы бір стандартный кес береді. И так что біз бұны күтеміз. И на пропустить анимацияны басамыз, и резко басқаламыз. И бізге, ой, бұл қанша берді? 700 ба, 900 ба? А жоқ, 1 миллион берді, нормально. Жоқтан бар. Просто бір андай Хомус района деген бір говнолау заттар түсіп кетеді да. И мына жақтан немен аламыз, все. Енді мына жақта қайттан екінші стандартный кесті ашатын боламыз. Енді бұдан нормально бір машина түсіп кетсе екенше, өмірімде бір особый кес ашып көрмегем, и стандартный кес ашып көрмегем. И бас қаламыз. И бізге, ой, бұл бархатный тяги түсті. Бұны біз, короче, расплатить береміз. Неге десеңдер, бұл бізге не надо, ертең сат алмай қап.
И, короче, мына жақта мен BMW M5 F90 алып жатырмын. И мында 12 миллион 200 мың қалдым. Енді бұл нормальный цена деп ойлаймын өз басым. И бізде алдық. И бүгінгі видеоның басты немесі мақсаты осы көріп. Сразу багажнигін ашасың, номерін шешіп аласың, и сосын өзіңнің 888 ПКТ 11, яғни КЗО номерін салып қоясың. Енді кезек бұған біз тюнинг жасауға баратын боламыз. И, мынаны цветін ауыстыруға келдім, готовый цвета, и ақ түс таңдаймыз. Неге десеңдер, маған BMW F90-лардың ішіндегі ең әдемі ақ түсі ұнайды. И, мында маған Мадара Revenge деген бала кабан берді от души. Бұл кабанды мен ақша керек болып атқасын, арзанға сатып жүрдім. Неге десеңдер, мен ана BMW F90-ның цветін ауыстыру үшін осыны осылай саттым. И, хатаның сыртынан шығамыз. И сосын міне, біздің мына жақта, Кент Loft Audi деген домды сатайын деп атсам, бұл бала мені заскамить еткісі келіп тұр екен. И бүгінгі видеоны көріп атсаң, Кент онда, мені скамить етем деп ойлама. Себебі мен вообще қазір скамға алданбаймын. Себебі мен, Black Russian немелерін көріп ағам, уже барлық идеяласын көріп ағам. Если кім скамить етеді, соларға сенбеу керектігін бәрін біліп алдым. Так что, мені алдай алмайсыңдар, бауырлар. Бизнесті алғаннан кейін хотя бір задание істеп жіберейін деп, мына жаққа келдім. И все, добавим анамнау дегенді, істейміз, популярности и начайтты басамыз. И сосын мынаның заданияларын жасап шығатын боламыз. Бірінші рекламаны іліп жіберетін боламыз. Осы заданиені бітіріп, мына жақта осы болған күні 3 миллионға сатып жатырмын. Минусқа кетсем де, плюсқа кетсем де бәрібір, себебі мен фаманы осылай жауып басқа фамаға, 2 фама болып қосылғалы жатырмын. И сосын Тельман X Ханов деген семья ашылады скоро. И достар, тамашалап кетіңіздер менің BMW M5 F90-ды. Мына жақта, опыға кіріп ағасың ғой, Енді кезек біз қазір скинімізді ауыстырып алатын боламыз. Администратор, яғни Игнат Костенко деген балаға, админға мен өзімнің домымды 12 миллионға сатқалы жатырмын. Неге сәл арзанға саттым десеңдер, бұл домды маған алдап сатып жіберген ғой. 14 миллион 200 мың алғам, ал рыногы 20 миллион деп қағдап тастаған ғой мені кәдімгі деше. И мен оған алдан қағам, и сосын сатқалы жатырмын. Домды сатуымен келесіна Мерседесті сатқалы жатырмын. Неге десеңдер, бұл Мерседес уже фамада тұра бермейді. Так что мен келесі ашам, бұйырса фаманы ашам дегенде, Аско Мажор деген бала екеуміз бұйырса коллаба жасап, Тельман мен Хановты қосқалы жатырмыз.